аясында біз тарих кафедрасынан осындай ғылыми зерттеу жұмыстарына қойылатын талаптар, ғылыми зерттеу әдістері деген тақырыпта осындай сіздерге кішкене түсіндіріп өтсек деп ойладық. Мен тарих кафедрасының қауымдастырған профессор міндетін атқарушы оқытушысымын. PhD доктор дейді, яғни тарих мамандығы бойынша философия докторымын. Бұл бүгінгі менің сіздерге айтатын жаңағы мақала ғылыми зерттеу жұмысына қойылатын талаптар. Бізде студенттердің арасында ғылыми жұмыс жазасыздар, оның талаптарымен сіздер енді осы жерде жүріп танысуларыңыз керек болады. Сондықтан бұл бір ғана 5-10 минуттың аясында айтылғанда сіздер ештеңе үйрене қоймайсыздар. Дегенмен жалпы бағыттарын осы жерден көре аласыздар. Бұл ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптар. Бұны біз осы тақырыптың аясында не қарастырамыз? Яғни осы тақырыпты негізгі қарастыратын мәселеміз, яғни ғылыми зерттеу жұмысының ұйымдастырылуы мен жазылуына қоятын талаптар. Ғылыми жұмыспен осы жерде жүргенде жаңа сіздер келгенше айтып кеттік, яғни жалпы таныстырылым қазір сіздерге. Ал енді бұл ғылыми зерттеу жұмысының ұйымдастырылуын, оның жазылуына қойылатын талаптарды не үшін білулеріңіз керек? Яғни қандай да болсын ғылыми жұмысты сапалы ұйымдастыру және сапалы жүргізу үшін бұны білу бізге қажет екен. Ғылыми зерттеу жұмысына қандай талаптар қойылады? Жұмыстың мақсаты не? Ғылыми зерттеу жұмысы білім алушының өз бетімен жүргізетін зерттеу болып табылады. Оның білімін және оны нақты практикалық міндеттерді шешуге қолдана білу қабілеті, оны білу осындай қабілетін ашуы тиіс. Жұмыс логикалық түрде толық болуы және студенттің арнайы терминологияны дұрыс қолдану, өз ойын анық жеткізу және оның ұсыныстарын дәлелдеу қабілетін көрсетуі керек. Ғылыми жұмысының зерттеудің міндеттері қандай? Яғни студент өз бетінше ғылыми зерттеу іс-әрекет дағдыларын дамытады және оларды практикалық мәселелерді шешуде, яғни ғылыми жұмыс жазған кезде қолданылады. Жүргізіліп жатқан зерттеу көлеміне жататын отандық және шетелдік ғылымда бар теориялық тәсілдерге талдау жүргізе алады. Таңдалған тақырып бойынша өз бетінше зерттеу жүргізеді. Зерттеу барысында алынған мәліметтерді талдай алады. Ғылыми қызметке өзінің қызығушылығын оятуы тиіс. Ғылыми жұмыстың негізгі жаңағы міндеттері. Ғылыми жұмыс ұйымдастыру, ол зерттеу мәселесі қалай қойылады? Зерттеу жұмысы қандай да бір мәселені анықтауға, оны шешуге бағытталған ізденіс болып табылады. Ал ғылыми жұмыста мәселе таңдау дейді. Мәселе дегеніміз не? Мәселені қандай да бір мәселе, яғни кез келген ғылыми жұмыс қандай да бір жаңалықты ашуға бағытталуы тиіс. Біз жазған тақырыпты бізден басқа ешкім жазбады деген ой тумау керек. Ол тақырып бойынша сізге дейін ол тақырып аясы зерттелген. Бірақ сіз сол зерттелген жұмыстардың бәрімен таныса отырып, осы өзіңіздің жұмысыңызда олардың қарамаған мәселелерін қарайтын болсаңыз, онда сол сіздің ғылыми жұмысыңыздың жаңалық болып табылады. Яғни ғылымда мәселе дегеніміз жаңалық ашу нәтижесінде туындайтын бұрынғы теориялық ұстанымдар шеңберіне сәйкес келмейтін қарама қайшылықты жағдай, яғни жаңа фактілерді алып шығуыңыз керек болады. Білім алушының ғылыми зерттеу мәселесін ұсынуы зерттеуді қажет ететін проблемалық жағдайды ашуына ықпал етеді. Мысалы, қандай да бір ғылыми жұмыспен айналысайық сіздер. Айналысуға шешім қабылдадыңыздар, яғни ғылыми жұмыспен айналысатын білім алушына, мектепке барсаңыздар оқушына, оны жетелеп отыратын бір жетекшісі болады. Солай емес па? Олай ойламайсыздар ма? Сіздер студенттік конференцияға қатыссаңыздар да жетекшілеріңіз болады, яғни ең бірінші қатысу үшін біз не істейміз? Тақырып таңдаймыз ғой, ол тақырыпты қалай таңдаймыз? Сізге белгіленген жетекшімен ақылдаса отырып, жетекші бірінші сізден сұрайды. Өзің қандай тақырып қызық, қандай тақырыпқа қызығушылық танытып жүрсіз?
Кейде студенттер нақты бір тақырыпты ойламаса да бір кезеңдерді жалпы айтуы мүмкін. Яғни жетекшімен ақылдаса отырып, пікірлесе отырып, не студенттің қызығушылығындағы тақырып таңдалады. Егер студент нақты бір тақырыбы жоқ, белгілі бір кезеңге қатысты қызығушылығы болатын болса, онда жетекші көмек бере отырып, екеуі бірігіп ортақ тақырып таңдайды. Ол жерде студенттің жалпы ол мәселеге өзінің ынтасы болуы тиіс болады. Яғни зерттеу тақырыбын таңдап алады екен бірінші. Дұрыс қой, тақырып таңдап аламыз, сосын тақырып таңдап алғаннан кейін оның мақсаты мен міндеттерін анықтаймыз. Тақырып таңдап алып, ешқашан бірден жоспар құрылмайды, қыздар. Бірінші, қандай да бір тақырыптың мақсатын таңдаймыз. Мақсат ғылыми жұмыстарда бір ғана мақсат болады. Бір ғана мақсат болады. Ал енді сол мақсаттарды жүзеге асыратын бірнеше міндеттерді анықтаймыз. Сол міндеттерді қарап отырамыз да, сол міндеттерді жүзеге асыру үшін қандай сұрақтарды біз зерттеуіміз керек? Ықшамдап соны анықтап аламыз да, сол ғылыми жұмыстың жоспары болады екен. Тақырыптан кейін бірден жоспар құра алмаймыз. Ол тақырыпта мақсаты біреу ғана болады мақсат. Оны шешудің бірнеше міндеттері болады. Сол міндеттерді қорытып, барып, осындай жоспар құрамыз. Ал енді осы жоспарды тақырып таңдадық, мақсат міндеттерін анықтадық, яғни ғылыми жобаның жоспарын құрдық. Сосын осы кезде, осы жоспарын құрамыз, осы мақсат міндеттерін анықтаған кезде, осыдан кейін екеуі бірге жүзеге асырылады екен. Яғни біз мақсат міндетін анықтадық, жоспарын анықтап жатырмыз, және мақсат міндеттерін анықтаған кезде күнделік ғылыми жұмыстың күнделігін жазып бастайды екенбіз. Өзіміз үшін, күнделік не үшін керек? Ғылыми жұмысымыздың уақытымен орындалып тұру үшін біз белгілеген мерзімде оның бітуі үшін керек. Өз-өзімізге бақылау, өз-өзімізді тәртіпке келтіру, өз-өзімізді осы процестің ішінде ұстау үшін керек. Ол міндетті, дисциплина. Сондай тәртіп болмаса жұмыс жүрмейді. Яғни күнделіктің ішінде ол бір қатып қалған бір ресми формасы жоқ, өзіміз белгілейміз. Жұмыстың жазылу барысы, қорғауға дайындық жүргізу тағы сол сияқты. Мысалы, кандидаттық, докторлық диссертациялар кезінде ол мысалы магистратура, докторантурада оқып жүрсеңіздер, докторанттың, магистранттың күнделігі болады осындай. Ол ресми оқу орны бекітіп қояды. Оның ішінде сол бойынша есеп тапсырасыз. 3 айда, мысалы, мен мына тақырыптың мақсат міндеттерін 1 айда немесе 2025 жылдың апрелінде анықтаймын дегенде, апрельде сіз анықтап қоюыңыз керек болады. Жоспар бірнеше тақырыпшалардан тұруы мүмкін, бір үлкен тармақтан тұруы мүмкін. Оны қай кезде анықтап бітесіз? Яғни жоспар бойынша бірінші бөлімді қашан анықтап, қай айда бітесіз, ол да жазылып тұру керек та, соған байланысты жұмыс жүргізіп отырамыз. Бұл күнделік өз-өзімізде жұмыстың сапалы жүруі үшін және уақытымен орындалуы үшін бізге өте қажет екен. Ал енді бұл күнделіктегі жоспар бойынша жұмыстарды біз жүргізу үшін ойша істемейміз ғой, ештеңені қарап тұрсаңыздар, мінекей ғылыми зерттеу жұмысының талаптарының бірі тақырып таңдау, мақсат міндеттерін анықтап аламыз. Яғни біздің мақсатымыз не екенін біз студент білеміз дағы, сөйтіп біз кітапханаларда мына дерек көздерін іздеп жатамыз. Дерек көздермен, жаңағы әдебиеттермен жұмыс, библиографиялық талдау дейді. Яғни, жаңағы айтып кеткенімдей, мысалы, қандай да бір тақырыпты аласыздар, оны сізге дейін де зерттеп кетті дедім, бірақ сіздің мақсатыңыз бар ғой, нені анықтағыңыз келіп тұрғаны. Сіз осы бағыттағы, осы тақырып аясындағы бірнеше дерек көздерімен танысасыздар, сөйтіп өздеріңіздің мақсат пен міндетті ұмытпайсыздар. Мына кітаптардың бәрін оқисыздар да, бұл ғалым, мысалы, осы тақырып бойынша мына жағын қараған, мынаны қараған, мақсатыңыз есіңізде ғой. Мақсатыңыз есіңізде болғаннан кейін сіз олар сондай міндеттерді шешті ма, шешпеді ма, міндетте қарап отырасыздар, талдау жасап отырасыздар, олардың не қай жағына назар аударғандығын. Соның бәрін айта келіп, сіз талдау жасаған кезде өзіңіздің жаңағы мақсатыңызды, жаңағы мына жерде айтып кеткен мәселені шығарып аламыз. Біз, яғни осы жаңалық бойынша жұмыс істейміз.
Сосын ол бойынша енді арқарай деректер бар, қандай дерек көздері бар, архивте бұрын ғылыми айналымға тартылмаған деректер жатқан шығар, сирек қолжазбалар қорында жатқан шығар, интервьюлер, қазір тарихта зерттеудің әдісі, деректердің түрлері көбейіп жатыр. Әлеуметтанудың интервью деген әдісі тарихта да бар. Бұрын интервьюдің өзі екі түрлі болады, мысалы ауызша тарих немесе айтылған тарих деп. Ауызша тарих дегенде ешкім сұрамай-ақ әркім өзі жазып кеткен өлең жырлар бар. Бұрын жалпы осы тақырып бойынша жалпы білетінін айтып жазып кеткен деректер болуы мүмкін. Ол ауызша тарих. Ал айтылған тарих дегенді мысалы тарихшылар жүзеге асыратын интервьюдің ол бір түрі. Яғни сіз нақты өз тақырыбыңыз бойынша оны көрген адамдар қазір тірі болатын болса, тақырыбыңыздағы мына міндеттерді ашатын сұрақтар жоспар бойынша құрып аласыз да, жаңағы көзі көрген адамнан барып мақсатты түрде сұхбат аласыз. Ол сіздің сұрағыңызға жауап беріп тұрғаннан кейін оны айтылған тарих деректері деп айтады. Бізде тарих ғылымында ауызша тарих, айтылған тарих дегенді бір деп қабылдайтын бір түсініктер әлі бар. Яғни біз тарихшы ғалымдар оны білуіміз керек. Яғни жалпы ғылыми жұмыстың талаптары, ұйымдастырылуы осылай жүреді екен. Қиын ба? Қиын емес, енді мына жерде жаңағы мынада айтылған реттердің алгоритмдері дейді ғой, осы жерде айтылып тұр. Яғни кез келген деңгейдегі маманға арналған мәселенің ғылыми жоба бойынша жұмыс кезеңдерін көрсететін бірыңғай алгоритмдері бар. Яғни жүзеге асады, мынандай олар бойынша. Оған не кіреді екен? Мәселе таңдау. Ол тақырып таңдау деген сөз. Зерттелетін мәселелер бойынша ғылымда бұрыннан бар мәліметтерді жинау. Ол мынау мінекей. Көріп отырсыздар, білімдерді талдау, яғни жаңа библиографиялық талдау жасаймыз. Тұжырымдамасын әзірлеу, зерттеуді жоспарды айттық, әдістері мен әдістемесін таңдау. Яғни сіздің ғылыми жұмысыңыздың тақырыбына байланысты сіздің ашқыңыз келетін ғылыми жаңалығыңыз, мақсатыңыз тұр ғой. Мәселеңіз таңдалды, соған байланысты, соған сәйкес келетін ғылыми әдісін дұрыс таңдасаңыз, сіз мақсатыңызға жетесіз. Яғни ал ғылыми әдісті дұрыс таңдамасаңыз, ешқандай жаңалық ашылмайды. Өйткені ең соңында жұмыстың қорытындысы деген кезде, сіз өзіңіздің ашқан мәселеңіз бойынша қорытынды жасаған кезде, бұрынғылардан еш айырмашылық болмай қалады. Өйткені сіз солар жүрген әдіс, солар жүрген тәсілмен жүргенсіз. Яғни ғылыми зерттеу жұмысында ғылыми жаңалық ашу үшін оның әдісін сәтті таңдау керек. Әдіс қайдан шығады? Әдіс сол мәселенің өзінен шығады. Оны енді үйрене жатасыздар. Мәліметтерді өңдейді, яғни сосын жаңағы мәтін түрінде теориялық, эмпирикалық материалдарды жазбаша баяндау дейді. Ол қазір мына жерде сіздерге көрсетеміз. Теориялық бөлім деген немесе негізгі бөлімнің жазылуын айтып тұр мына жерде. Сосын жұмысты рецензияға жіберу, яғни мына жерде мысалы күнделіктің ішінде жұмыстың жазылу барысы айтылады да, қорғауға дайындық жүргізу деген кезде аннотациясын дайындау, оны рецензия беру үшін белгілі бір ғалымдарға жіберу, осы мәселелер мынау айтылып тұрған. Рецензияға жібереді, жұмысты қорғауға ұсыну. Ол да бізде мына жерде жүзеге асырылып тұрады екен. Ал енді мына жерде жаңағы жұмыс барысында дайындалатын әртүрлі құжаттардың ішіне аннотация, пікір, тағы құжаттар деді, ол жерде ол да көрініп тұр. Сосын кіретіні мына әдебиеттерді қалай болса солай біз ғылыми жұмысты керемет қылып жазсақ та, егер оның рәсімделуін мемлекеттің белгілеген ГОСТ стандарттары болады, соларға сәйкес жасауымыз керек. Қазір біз ГОСТ жетімен жұмыс істейміз ба, қайсымен жұмыс істейміз? Яғни оның жетекшілерімізбен бірге отырып жасасыздар. Мысалы, өйткені біреулер мәтіннің ішінде жаңағы әдебиетке ссылка тік жақшаның ішінде дейді, біреулер жай жақшаның ішінде, біреулер бетін қой дейді, біреулер бет деген сөзді алдына шығар, артына шығар дейді. Оның бәрі әр адамның қалауы емес, қандай да бір ГОСТқа негізделіп отырғандығында болады. Яғни ғылыми жұмыспен айналысқан адам ең соңында рәсімделетін кезде оны да біліп шығады. Сөйтіп жаңағы мынау яғни жұмысымызды қорғауға ұсыну және қорғаумен біздің жұмысымыз бітер екен. Яғни біз ғылыми жұмысты жалпы жаңағы ұйымдастырылуын, жүргізілу барыстарын қарадық. Енді бір ғылыми жұмыстың жерде мысал ретінде көрсетіп берейік сіздерге. Ғылыми жұмыстың базалық құрылымы. Кез келген жұмыстар
Мысалы, біз мына жерде дипломдық немесе диссертациялық қандай да бір конкурстарға қатысатын жобаларға қойылатын талаптар бұл жерде, иә. Сіздер мектепте ғылыми жұмыстың алғашқы баспалдақтарымен де танысқан шығарсыздар. Эссе жазу, тезис жазу, баяндама тақтағы, реферат деген сияқты. Қарап отырсаңыздар, олардың барлығына қойылатын сыртын безендіруі, аты жөнің, тақырыбың тұрады, мектебінің аты, қазір университеттің аты деген сияқты. Одан кейін айтатын түйін мәселеңіз, мазмұны тұрады. Мысалы, эсседе мазмұнды көрсетіп қоймасаңыздар, сіз өзіңіз ойша білесіз, яғни оның кіріспесі болады. Тезис бөлім немесе теориялық бөлім дейді, сосын ең соңында қорытындысы болады. Яғни бұл жалпы ғылыми жұмыстардың базалық құрылымы осылай ретпен жүреді. Баяндамада кішкене орын ауысып жатады, эсседе оны жазбасаңыздар, өзіңіз солай абзацпен беріп отырасыз деген сияқты. Бұл енді жалпы үлкен ғылыми жұмысқа қойылатын талаптар, иә. Практикалық бөлім, мынау жерде сыртқы беті, жұмыстың ішіндегі мазмұны, қай тақырып, қай бетте тұрғандығы, сосын кіріспесі. Ең маңызды бөлімі кіріспе деп те айтсақ болады. Бұның жартысы бас жағы бірінші жазылады, кіріспе ең соңынан аяқталатын бөлім. Теориялық бөлім деген негізгі бөлім. Практикалық бөлімде негізгі бөлім. Кейде тек қана теориямен ғылыми бағытта жұмыс істейтіндер теориялық бөлімде 1-2-3 бөліммен жазуы мүмкін. Кейбіреулер жаңағы практикалық бөлім, эксперимент жүргізетіндер осындай практикалық бөлім дегенде де енгізуі мүмкін. Одан кейін жалпы жұмыстың қорытындысы пайдаланған әдебиеттеріңіз, суреттер болса, ол солай жүріп жатады. Мына жерде бір мысал ретінде келтірейік. Мына жерде қарап отырсаңыздар, бұрын бізде бір бітіріп кеткен студенттің қорғаған дипломдық жұмысы 2000 жылдары бітіріп кетті. Мысалы, мынау студент сол. Осындай тақырыпта қорғады. Жәдетшілдік қозғалысын қазақ қоғамының рухани, мәдени және саяси әлеуметтік жаңғыруына ықпалы деген тақырыпта. Бұл енді жалпы біздің университетте қазіргі кезде қолданылып жүрген ғылыми жұмыстың сыртқы титуліне беті дейді ғой, соның рәсімделу жолы. Реті осындай болады. Ол енді өзгеруі де мүмкін. Мектепте сәл басқаша болуы мүмкін. Бұл маңызды емес, бірақ осындай мұқаба бетінің жалпы сұлбасы осындай болады. Одан кейін тұрады, мазмұны тұрады. Мазмұны. Яғни осы жұмысты жазған кезде сіз қандай нормативтік сілтемелерге, заңдарға жүгіндіңіз, оны көрсетіп қоясыз. Анықтамалар, белгілеулер мен қысқартулар, кіріспе бөлімі, сосын теориялық бөлім, эксперименттік бөлім дегендер, осы мына жер, қалай жіберемін? Осы теориялық бөлімнен қорытындыға дейінгілер екі тарау болып тұр, көрдіңіздер ма? Бір тарау, екінші тарау эксперименталды практикалық бөлім дейді. Немесе бұл болмаған жағдайда мына теориялық бөлімнің өзі мынандай бір тарау, екі тарау, үш тарау болуы да мүмкін. Эксперимент болса осындай болады да, одан кейін қорытынды осылай жүреді. Ол қай беттерде екендігін шамамен өстіп көрсетесіздер. Енді мына жердегі бірінші нормативтік сілтемелер деген тұр, оған не кіреді? Мысалы, жаңағы жұмыста қандай нормативтік сілтемелерге жүгінді? Ол осылай безенделеді. Бұл ғылыми жұмыста, диссертация, диплом жұмысы ма, оны жазған кезде мынаны алып тастайсыздар, келесі стандарттарға нормативтік сілтемелер дегеніміз сол. Мемлекеттің белгілеген стандарттары, соған сілтемелер қолданған деген сөз бастайсыздар. Мінекей, мысалы, ол қалай? Бұл диплом жұмысында, егер бұл диплом жұмысы болса, келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер көрсетілген. Бірінші, Қазақстан Республика президентінің осындай бағдарламасына сілтеме жасалған екен. Тағы да жолдауы, республиканың білім туралы заңына жүгінген екен. 20 жылға дейінгі тұжырымдамасы дейік, осындай мемлекеттің үлкен стандарттарын қараған екен, соны көрсетіп тұр. Яғни бұл нормативтік 11-ші бет апай. Міне, нормативтік сілтемелер бұл, соған жауап. Ал енді келесі бізде анықтамалар дейді. Оның безенделуі, бұл дипломдық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар қолданылған. Мысалы, жәдетшілдік деген ағартушылық қой. Бұл термин ағартушылық, орыстандыру, жәдетшілдік, қадымшылдық деген сияқты. Бұл терминдерді мына жерде басында көрсетіп кетпесек, тарихшылар емес, басқа адамдар оқыса түсінбей қалуы мүмкін бұл жұмыста. Сондықтан осындай анықтамалар болады екен.
анықтамалар осылай жұмыста кездесетін терминдерге алғашқы бетте осындай анықтама беріп кетеді. Енді белгілеулер мен қысқартулар дегеніміз не? Ол жұмыстың ішінде, әдебиеттің ішінде, немесе жұмыс барысында ТМД деген сөз кездесіп қалса, ол тәуелсіз мемлекеттер достастығы деген. Бұл сөз ең бірінші кездескенде тәуелсіз мемлекеттер достастығы деп жазып, жақшаның ішіне ТМД деп кетеміз. Ал екінші рет кездесетін болса, онда ТМД деп кете береміз. Ал оның не екенін бәрібір біз мынаның басында көрсетіп қоюымыз керек. КРМОМ дейді. Бұл Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі. Сосын КРОМА, Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архиві. Қазір мысалы архивті мұрағат, музейді мұражай деп айтып жүр. Бір кездерде бізде солай аударған, бірақ қазір қаншама жыл болып кетті, олай емес, ресми архив, музей деп айтамыз. Бүкіл әлем солай айтып жатыр ғой, біз де сөйтіп айтамыз. Мұрағат, мұражай деп, енді түсінікті бұл. Жазғанда дұрыс атауымен жазу керек болады. Яғни бұл белгілеулер мен қысқартулар дегеніміз мына 11-ші беттегі сол екен. Ал енді келесі бізде кіріспе деп тұр. Кіріспе. Кіріспе дегеннің өзінде бұл бірнеше бір 20 шақты бетті қамтиды. Ода не қарастырылады? Кіріспенің өзі. Бірінші мәселе не қарастырылады? Жалпы қысқаша анықтамасын бересіз. Зерттеу тақырыбының өзектілігі не? Сіздің жұмысыңыз өзекті маңызды болу үшін, ол қазіргі заманда біздің Қазақстан қоғамы үшін бұл қажет па? Осыны ашып көрсетесіз. Өзектілігін анықтайсыз. Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері жаңа айтып кеттім, мақсаты біреу болады, міндеті бірнешеу болады дедім. Сол міндеттерді жазасыз. Одан кейін зерттеу жұмысының нысаны, зерттеу жұмысының пәні деген бар бізде. Көп жағдайда бұл қиындық тудырып жатады. Яғни мысалы былай деп келтірсек болады. Қандай да бір тақырыптың нысаны деген объектісі ғой, зерттеу жұмысының пәні предмет дейді. Яғни нысаны мен пәнін анықтап алу маңызды болып табылады. Оны қарапайым тілмен қалай түсіндірсем болады? Зерттеу жұмысының нысаны дегенде сіз алатын тақырыпты үйдің нысанын, оның нысанын бір үйдің өзі деп көрсетейік. Үйдің өзі деп көрсетейік. Ал енді оның пәні үйдің ішіндегі тіршілік. Түсініп отырсыздар ма? Кез келген тақырыпқа осы түсінікті қойбасаңыздар, түсініктірек болатын шығар. Яғни нысан сыртқы бейнесі, пәні оның ішіндегі сіз анықтайтын мәселе. Түсінікті. Тақырыптың зерттелу деңгейі дегеніміз не? Жаңа ана бір нені көрсеткенде айтып кеттік қой. Бұл туралы кімдер жазды? Соны қарайтынды зерттелу деңгейі дейді. Зерттеу жұмысының деректер базасы. Бұл бойынша архивте тағы ресми қандай құжаттар бар? Осыны анықтайсыз, осы тақырып бойынша. Теориялық, методологиялық негізі, әдістері, қандай әдіспен зерттейтініңіз, зерттеу жұмысының содан кейін ғылыми жаңалығы не болады? Соны жазасыз. Хронологиялық шегі, тарихшылар болғаннан кейін көбіне бір жылдардың арасында батамыз ғой. Соны анықтап жазасыз. Зерттеу жұмысының территориялық ауқымы, мысалы Жетісу немесе Сырдария деген сияқты алып атсақ, сіз қарап атқан хронологиялық шеңбердің ішінде Жетісу дегенде қай аймақтар кірді? Мысалы мен зерттеу объектім Жетісу облысы, бірақ патшалық кезең. Ол кездегі Жетісудің территориялық аумағы қазіргідей емес. Ол кезде Қырғызстанның солтүстігі кірді, мынау көптеген аймақтар кірді, басқаша болды қазіргіден, Яғни соны анықтап жазасыз, хронологиясын жазғаннан кейін территориялық ауқымы егер бір жерге аймаққа қатысты болатын болса. Зерттеу жұмысының ғылыми және қолданбалық маңызы. Яғни сіз бұны жазып шықтыңыз. Бұл кімдерге пайдалы? Кімдер бұны қолдана алады? Соны анықтап жазасыз. Қорғауға ұсынған тұжырымдар. Яғни қорғауда сіз жаңағы нені, қандай жаңалық ашылғаннан кейін өзіңіздің тұжырымдарыңызды беріп отырсыз. Біздің бастағы гипотезамыз дәлелденді, осылай, соны бересіз. Тұжырымдар, сіздің өзіңіздің жасаған тұжырымыңыз зерттеу жұмысын аяқтағаннан кейінгі. Зерттеу жұмысының сынынан өтуі. Яғни бұның жаңағы рецензенттерде болуы, немесе пікірлер жазуы біреудің, немесе бұл туралы сіз басқа жерде мақалалар жаздыңыз ба, осы тақырыбыңыздың аясында бір жерге барып баяндама жасадыңыз ба, осыны айтасыз, сыннан өту дегенде. Сосын зерттеу жұмысының құрылымы, қанша беттен тұрады, тағы сол сияқты. Бұл енді осылай рәсімделеді кез келген ғылыми жұмыс. Енді теориялық бөлімі дегенде жаңа айтып кеттік қой, мысалы. Теориялық бөлімі дегенде бір тақырыптан
бірнеше тақырыпшадан тұруы мүмкін. Экспериментальды бөлім ол тәжірибе болатын болса, сіздің жұмысыңызда ол соған байланысты болуы мүмкін, иә. Одан кейін қорытынды бөлім, сіз шығарған қорытынды. Одан кейін пайдаланған әдебиеттер дегенді бересіз. Яғни мынандай, жаңағы теориялық бөлімді бұл жерде сіздерге былай көрсетіп берсем болады. Мінекей жаңа нормативтік сілтеме, анықтамалар, белгілеулер мен қысқартулар, кіріспе бөлімі. Кіріспенің өзі, мына жерде кіріспе деп бір сөз болып тұрғанмен, жұмыс мәтінінде мыналарды қамтиды екен. Жаңа көрсетіп кеттім ғой ана жақта. Осының бәрі жаңағы айтып тұрған кіріспе бөлімінде болады. Кіріспенің жартысы басында жазылады, мына соңының бәрі, мына жұмыстың бәрі біткеннен кейін жазылады. Өйткені қанша бет шығатыны, тұжырымға келуіңіз, оның бәрі соңы біткен жұмыс қой. Кіріспе ең соңынан аяқталады. Басында тұрса да. Теориялық бөлім дегенде, жаңағы осы тақырыбыңыз бойынша бір тарау, ол бірнеше тақырыпшадан тұруы мүмкін. Мүмкін екі тарау болып, ол да бірнеше тақырыпшадан тұруы мүмкін. Теориялық бөлім осылай бөлінеді. Одан кейінгі, жаңа айтып отырмын ғой, ғылыми бағыттағы кейбір нәрселерде мынандай практикалық бөлім болмауы мүмкін, бәрі теория болуы мүмкін. Практикалық бөлім болса, ол да осылай бөлініп тұрады. Одан кейін қорытынды пайдаланған әдебиеттер қосымша. Жаңағы айтқандардың бір бетте сыйылуы осылай болады. Түсінікті ме?